осы 30 кітаптың ішінде мен оқырмандарға Мұқағали Мақатаевтың «Өмір өзен» деген кітабын ұсынар едім. Өйткені Мұқағали Мақатаев халыққа, алталашқа танымал ақын. Мұқағалидің өлеңдері өмірлік философиядан тұрады. Мұқағалидің мысалы, ал енді мен ақыл айтам таңданба, қорлық үшін келген жоқсын мұны өмірге жалғанға, бұны өмірде жүрегінде бойыныстық қан бар да, болмысты да, болмасты да болар деп арманда. Жалпы кітап білім бұлағы дейді ғой. Адам өзіне керекті өмір жолын осы кітаптан бастайды. Мен де мысалы журналистке келген саламда, осы мектепте балалық шағымда кітапқа деген құмарлығым жақсы болды. Содай бала кезімден осы Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерінің поэзиясын көп оқитынмын. Сондықтан да мен осы қарағандылық оқырмандарға бір кітап акциясы бойынша осы Мұқағали Мақатаевтың «Өмір өзен» басқа да шығармаларын оқуға ұсынамын.